Сақтаған Бәйішев атындағы облыстық кітапханада ұйымдастырылып жатқан менің кітаптан алған әсерім атты жобаға бүгінгі күні мен өзімнің оқыған кітаптарымды насихаттағым келіп отыр. Осы жоба негізінде жалпы мен өзім қазіргі таңда жастарға айтатыным фольклорлық, этнографиялық материалдарды қарастырса, қарап оқыса, біздің ата-бабаларымыздың салт дәстүрлерін тереңірек білуге, өзінің болашағына керек болады деген ниет айтқым келеді. Мәселен, мен өзім Алматы қаласы ұлттық кітапханада жүргенде біраз осындай этнографиялық және фольклорлық еңбектермен танысқан болатынмын. Соның ішінде мына фольклорды зерттеу үшін оны этнографиямен байланыста қарастыратын еңбектер өте көп. Біздің салт дәстүрлерімізде ырым-тыйымдар өте көп. Солардың барлығы бүгінгі таңда жойылып бара жатыр. Арғы тегіндегі мағыналары қазіргі күні көмескіленіп кеткен. Соны біз анықтап, соның дүниетанымды білуіміз үшін осы кітаптардың пайдасы зор деп ойлаймын. Ол оңтүстік Сібір халықтарының дәстүрлі дүниетаным деген 3 томдық еңбек. Осы еңбекте көптеген түркі халықтары, соның ішінде шорстар, хакастар, якуттерге байланысты этнографиялық деректер өте көп кездеседі. Біздің мысалға бүгінгі күнде, мысалға күнделікті өмірде біз естиміз үлкен әжелерімізден шашыңды жайма, немесе шашыңды көшеге тастама, шаштың қиындысын лақтырма деген секілді. Осының барлығының арғы тегінде үлкен халықтың дәстүрлі дүниетанымдығы жатқандығын бірі білсе, бірі біле бермейді. Міне осындай дүниелерге байланысты мен мынандай қызықты бір этнографиялық деректі айтқым келеді. Моңғол халықтарында екі жас үйленгенде, яғни екеуі отау тігіп шаңырақ көтергелі жатқанда, елдің үлкен апалары жиналып, ол екеуін бірге отырғызып, ер адамдардың ол халықтарға тән өзінің ерекшелігі шаштарының ұзын болуы, бұрымды болуы. Сол әйел адамның бұрымынан 1-2 талын алып, қиып, ер адамның шашына қосып, өріп, сол бұрымды шашын жуған кезеңде де тарқатпайтын болған. Бұл сұғынду шаш деп аталған. Себебі бұл екеуін мәңгі бірге байланыстырдық. Екеуінің арасындағы байланыс осымен күшейеді деген сияқты наным сенімнен туындап отыр. Енді осы наным сенімді біз әрі қарата қарастырып отырсақ, екінші бір материалдарында уақыт өткеннен кейін сол ер адам дүниеден өткелі жатып, бір жаны қиналып, бір науқастанып қалған жағдайда елдің үлкендері жиналып, жаңағы сұғынды шашты тарқату рәсімі орындалған. Бұның астарында, яғни екеуінің жаны мәңгі бірге ажырамай жатыр. Сондықтан да әйел адам оны ана өмірге еркіндікпен жібермей жатыр. Оны босату керек деген секілді рәсімдер бар. Демек, осы жерде біз қарап отырсақ, осындай шаштың не себепті әжелеріміз жаңағы тастама деп айтатыны, адамнан ажырап кеткен кезеңде де тәнмен, яғни шаштың бір-бірінен ажырамай, яғни байланыстырушы связка қызметін атқаратындығын білеміз. Осы шаш адамның барлық өмірінің кезеңдерінде белгілі бір рөл атқарып отыр. Мәселен, адам дүниеге келген кезінде туу және үйлену, яғни ер жету кезеңі, содан кейін өлу тән. Осы ғұрыптарды ағылшын ғалымы Арнольд ван Геннеп обряды переходы, яғни адамның өтпелі кезеңдері деп зерттеген. Бұл еңбекте де осындай адамның өмірінің әрбір кезеңінде белгілі бір рәсім арқылы өтетіндігін зерттеп айтып өтеді. Оны тек қана біз осындай шетелдік ғалымдардың емес, өзімізде мысалға фольклортанушы ғалымдарымыздың еңбектерінде көптен көп айтылады. Мысалға Сейіт Қасқасовтың, Шоқан Уәлихановтың этнографиялық деректері, қазақтардың, яғни шамандықтың қалдығы дегенде. Мысалға оларда айтып отырады, адам мысалға сәби дүниеге келген кезде оның қарын шашын алу рәсімі бар. Яғни шашы алып, оны міндетті түрде нағашылары орындайтын болған ертеректе. Содан кейін соны шүберекке түйіп, нағашыларына беріп жіберуі. Уақыт өткеннен кейін, 1 жылдан кейін жаңағы баланы
шашын сатып алуға нағашысына алып келеді. Ол екі ортадағы байланыс үзіліп қалмасын. Ерте уақытта біз қызды алыс жерге, жат мекенге ұзатамыз. Сондықтан да төркінімен байланыс үзілмесін деген мақсатта осындай рәсімдер орындалып тұрған. Бұл жерден біз тағы да шаштың осындай байланыстырушы қызмет атқарып отырғандығына анық көзімізді жеткіземіз. Тағы бір мысал келтіріп өтірсек, Тейлор деген ғалымның осы анимистік, тотемдік, шамандық түсініктер туралы әлем халықтары мысалдар арқылы келтіретін еңбегі бар, әлем халықтары. Сондағы бір мысалда жалпы шаштың адам ерлі зайыпты екі адам өмір сүргенде жолдасы қайтыс болған кезде әйел адамның шашын қиып алып, соның табытына салу рәсімі туралы баяндайды. Бұл әсіресе осетин деген халықтарда көбірек кездескен осындай ғұрыптар. Оның да бір мақсатында әйел адам күйеуім о дүниеге аттанып кетсе де, мен одан мәңгі ажырамаймын, яғни шашыммен байланыста боламын деген мақсатты білдіріп отырған. Сол секілді біздің танымымыздағы осындай шашқа байланысты этнографиялық деректер Ыбырай Алтынсариннің таңдамалар жиналғанда да қазақтардың күйеуі қайтыс болған кезеңде әйелдің шашын жайып жоқтау рәсімін орындайтындығын туралы баяндалады. Оны кейбір жоқтаулардың үлгілерінде де біз көре аламыз. Мысалы, қара бір шашын жайайын да жылайын. Яғни шашты жаюдың өзінің бір жаманшылықтың белгісі. Яғни осы жерде жылап отырғанда, яғни сол бір рәсімді орындау үшін соны сүйемелдеуге бағытталған, яғни іс-әрекет екендігін көрсетіп отырады. Ал енді славян тектес қалпындағы халықтардың этнографиялық деректері келтірілген еңбектер бар. Орыс халқының ритуал и символ деген Еремина деген авторы. Ол кітапта да осы шаштың символикалық белгілері міндетті түрде ұзатылып бара жатқан қыздың ерте уақытта шашын өру рәсімі бар екендігін көрсетіп отырады. Ондағы, яғни әрбір елге тән өзінің өру реті келтіреді мысалдарын. Соның ішінде өзбек халқының этнографиясын зерттеген Лобачев деген ғалым бар. Сол кісінің өзбек халықтарының салт дәстүрлері деген еңбегінде осы ұзатылып бара жатқан қыздың шашын бірнеше өрімдерге, яғни 7-8 өрімдерге сақтап өру рәсімінің бар екендігін айтады. Оның мән мағынасы ол келешекте, яғни ұрпақты болсын, бірнеше ұрпағы көп болсын деген мақсатты білдіретіндігін айтады. Тағы да айналып келіп айтып отырсам, жаңағы хакастарда, мысалға манағы еңбектегі алғашында айтып өткен хакастарда мысалға әйел адамның жаңағыдай шашын өрумен қоса, яғни дүниеден күйеуі өткен жесір әйелдерге байланысты шаш өру дәстүрінің бар екендігін айтады. Ол қандай десек, яғни күйеуі қайтыс болған әйелдің шашын тас төбесіне, яғни тұлдап байлап қоятын дәстүр болған. Көшеде, яғни сыртта жүрген кезеңде кез келген адам ол әйелдің шашының өру әдісіне қарап әлеуметтік статусын анықтап отқан. Яғни оның жесір әйел екенін, немесе некедегі әйел екенін, тағы да басқа қалыңдық екенін, оның әлде тұрмыс құрмаған бойжеткен екенін осы шаш өру рәсіміне қарап белгілі бір жағдайды анықтап отырған. Соған қарап отырып мен осындай еңбектерді кез келген адам қараса, біздің ұлттық дүниетанымдағы, жалпы әлемдік дүниетанымдағы ортақ көзқарастардың бір жерге тоғысатындығын анықтауымызға болады. Осындай еңбектің бір ретінде мен балаларға мына еңбекті де айтар едім. Леви Брюль деген автор бар, первобытный, яғни алғашқы дүниетаным деген еңбегі. Сол еңбекте мысалға барлық тек қана славян халық емес, түркі халық емес, барлық әлемдік халықтардағы ортақ дүниенің бір жерде тоғысатындығын дәлелдейтін еңбек деп саналады.